Сәлеметсіңдер ме? Ағылшын тілін аударма арқылы үйреніп көрейік. Біздің бүгінгі аударатын материалымыз Серік Аббашевтың Инстаграм парақшасындағы пост сілтемесі көрсетілген. Міне посттың өзі, осы посттағы диалогты ағылшын тіліне аударып көрейік. Қалайсың бауырым? How are you, brother? Жақсы аға, ол I'm fine, sir. Каспин, your Каспи number. Пәлен түген дегенді біз ағылшынша such and such деп айта аламыз. Such and such дегенді ол бір нәрсені нақты атағымыз келмесе, онда ағылшын тілінде such and such деп айта саламыз. Есімі Гүлмарал, әдемі екен. Is your name Гүлмарал? A beautiful name. Келіншегімнің нөмірі is my wife's number. Одан кейін өзінде Каспи жоқ па дегенді don't you have your own Каспи, да? Your own Каспи, өзінің Каспиң. Don't you деген ол сен өзінде жоқ па еді деген сөз. Бар дегенді біз yes I do деп айта саламыз. Мысалы yes I have my number деп айтуға қажеті жоқ. Ағылшынша қысқаша I do деп айтамыз. Және just the way it is, солай болып тұр дегенді ағылшын тілінде the way it is деп айтамыз. Ол сөз осылай болып қалды, оны ештеңе істей алмаймыз, өзгерте алмаймыз. Ол солай болып тұр, болып қалды дегенді білдіреді. Just the way it is. Do you have a class and don't you have a class? Don't you have деген ол negative question. Және сол negative question біздің жауап бергенде біз do you have a class дегендей жауап береміз. Оның айырмашылығы жоқ. Біз сол сияқты біз yes I do, no I don't деп жай ғана жауап бере саламыз. Одан кейін түсінемін дегенде I see деп айтуға болады ағылшынша. Мен сияқтылар жиі кездесетін шығар. You probably encounter a lot of people like me. And encounter дегенді біз ол encounter деген ол кездейсоқ нәрсе. So happens by chance, да? You meet someone by chance, unexpected. Одан кейін кешелі бері кездескен әйел есімді үшінші таксиші. You are now the third taxi driver carrying a female name since yesterday. Осындағы carry a female name деген ол әйелдің, сол кісіде әйелдің аты бар дегенді білдіреді. He carries a name, да? Оның сондай есім бар деген мағынада қолданылады ағылшын тілінде. Since yesterday ол кешеден бері. Жаңа сіздің алдыңызда мінген кісі, оны the guy just before you. Дәл сіздің алдыңыздағы кісі. So he asked why Гүлмарал, and I told him the swans have males too. Аққудың да еркегі болады деп дедім. Одан кейін қатырыпсың деп айтады Серік Аббашев. That's a good one деп ағылшынша аударуға болады. That's a good one дегенді біз біреу бір жақсы әзіл айтса, сол әзілді жақсы әзіл деп қатырыпсың дегендей сол мағынада ағылшын тілінде айта аламыз. That's a good one. And so Серік Аббашев wants to show his appreciation for his joke, and when we want to say you told a great joke, so we want to appreciate that humor. In English we say that's a good one. Жол ережелері, traffic rules. So we often break traffic rules and keep getting fined. Get fined ол штрафқа кіру деген сөз, штрафталу. Keep деген сөз ол ағылшын тілінде қайталанатын нәрселерді білдіреді. Мысалы штрафқа қайта кіре береді. Сондай сол мағынаны жеткізу үшін біз keep деген сөзді қолданамыз. Keep getting fined. Штрафқа кіріп кете береді. Then accounts get blocked. Get blocked деген ол бұғаттап тасталады. Кірмеуге тырысаңдаршы. Try not to get fined. Get fined өзіміз айтқандай ол штрафқа кіру, және штрафқа кірмеуге тырысаңдаршы. Try not to get fined. Then деген сөзі осындағы оның сөздің мағынасы онда деген. Онда штрафқа кірмеуге тырысаңдаршы деген мағынаны білдіреді.
жақсыға сосындағы жақсы деген сөзді неге біз жай ғана окей олрайт деп айтпадық. Өйткені жақсы деген сөз ол қандай мағынада бұл уәде беру. Жақсы тырысамын деген мағынаны білдіреді. Жақсы тырысамын. Сондықтан біз соны айдару үшін, мағынаны жеткізу үшін біз ағылшынша келер шақтағы сөйлемді қолданамыз. I will. Мысалы ағылшынша былай сұрауымыз мүмкін. Will you do it for me? Сен осыны мен үшін істейсің бе? Will you do it for me? Және ағылшынша біз жай ғана жауап береміз. I will. Мен істеймін дегенді. Мен істеймін. I will. Сонымен барлық диалогты біз аударып тастадық толығымен. Осылай аударма арқылы оқып, сөйлесіп, аударып, қазақшадан ағылшынша, ағылшын қазақшаға әртүрлі тәсілдермен ағылшын тілін үйрене берейік.